Енді осы тақырып бойынша біздер есептер шығарайық. 891 есепте бізде былай дейді: радиусы 3 сантиметр болатын шеңбер салыңдар. Оны салу үшін бізде мына жерде мен шамамен салам, сендер өздерің өлшей аласыңдар. Циркульдің ортасына 0 нүктесіне қоямыз және сол жерден бастап радиусы 3 сантиметр болатындай етіп шеңбер саласыңдар. Мына жерде былай болады. Циркульді қалай қолданатынын білесіңдер ғой. Бізде айтып тұрғаны, мына жердің ұзындығы бұл 3 сантиметр дейді, яғни радиусы 3 сантиметр. Тағы сол сияқты екіншісінде де 1 сантиметр 5 миллиметр қылып аласыңдар радиусты, сосын сол жерден шеңбер саласыңдар. 892 есепте диаметрі 50 миллиметр болатын шеңбер салыңдар дейді. Диаметрі 50 миллиметр деп тұрса, 50 миллиметр. Ол не деген сөз? Ол қанша сантиметр? Радиусы қанша сантиметр деген сөз? 50 миллиметр болатын болса, диаметр бізде 2 көбейтілген радиусқа тең. Сонда біздің радиусымыз 50 бөлінген 25 миллиметрға тең. 2-ге тең. Сонда 25 миллиметр. Енді бізге қалғаны 25 миллиметр дегеніміз ол 2,5 сантиметр. Радиусы 2,5 сантиметрге тең шеңбер саласыңдар. Үшіншісі, дөңгелек 2 секторға бөлінген. Бір сектордың бұрышы 25 градус болса, екінші сектордың бұрышы қандай? Тағы да дөңгелек салайық мына жерге. Мындай дөңгелек салайық. Осының центрін біздер мына жерде О нүктесі деп белгілейік. Бізден сұрап тұрғаны, бұл 2 секторға бөлінген деген сөз, мына жерден былай сектор салынды деген сөз. Бізде айтып тұр. Бір сектордың бұрышы 25 градус. Егер мына бұрыш бізде 25 градус болған болса, екінші сектордың бұрышы қандай? Екінші секторымыз бізде мына қалған бұрышы. Біздер айттық, мына толықтай қанша градус? Толықтай бұл 360 градус болады. Сонда біреуі 25 болса, екіншісі 360 азайтылған 25-ке тең болады. Сонда яғни 335 градусқа тең болады екен. Немесе мына 5-шісінде қанша градусқа тең болады? 360 5-шісінде градус азайтылған 200 болады. Сонда екінші бұрышы бізде 160 градусқа тең болады екен. Міне осылай шығарылады.